Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жай бөлшектерді бөлу және аралас сандарды бөлу. Қазір оқулығымыздағы номері 607 есептен бастап шығарайық. 3-тен 1 бөлу 9-дан 1. Жай бөлшектерді бөлу ережесі былай болады. Екі бөлшекті бөлген кезде бірінші бөлшекке тиіспейміз, өз күйінше жазып аламыз. 3-тен 1. Содан кейін мына бөлу амалының орнына көбейту амалын қоямыз да екінші тұрған бөлшекті кері бөлшекке ауыстырамыз. Яғни 9, 1 орындары ауысып 1-ден 9 болып жазылады. Әрі қарай өткен сабағымыздағыдай бөлшектерді көбейту амал қысқартамыз. 3 1-ге 9-ға 3-тен, яғни 3-ке қысқарды. 1 мен 3-ті көбейтсек 3 бөлімінде 1. Демек 3 деген сан шықты бізде. Келесі есеп 608-ші. Натурал сан бөлу беріледі 3 бөлу 9-дан 1 дейді. Тең. Натурал санды бөлшекке бөлу үшін не істейміз? Натурал санды бөлшекке бөлу үшін бірінші тұрған санға жаңа айттық тиіспейміз. Және көбейту амалын қоямыз да екінші бөлшекті кері айналдырып жазамыз. 1-де 9. Демек 3 пен 9 көбейтіледі 27 болып мына есептің берілгені жазылады. Кейбір жағдайда бізде балдар бірінші аралас сан тұрсын. Мысалы осы есептің 8-шісі, мынау бізде біріншісі 5,4-тен 1 бөлу 7 тең. Өткен сабағымызда айттық, біз аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 4-тен 21 бөлу 7. Біз әлі бөлу амалын орындаған жоқпыз. Біз тек мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып алдық. Енді ережеге келеміз. Бөлшекті натурал санға бөлу үшін бірінші санға тиіспейміз, жаңа айттық. 4-тен 21 жазып аламыз. Көбейту амалымен ауыстырамыз. 7 санына кері сан 7-ден 1. Яғни кез келген натурал санға кері сан соның аликоттық бөлшегі, яғни керісі 7-ден 1 болып отырады. Әрі қарай 21 мен 7-ні қысқартамыз. 1, 3 тең. 4 пен 1-ді көбейтеміз 4, 3 пен 1-ді көбейтеміз 3. Мінекей есебіміздің жауабы осы тұрғыда. Берілген санның екеуі де аралас сан болған жағдайда 609-ші есеп бізде 3,5-тен 1 бөлу 2,15-тен 2. Аралас сан түрінде келсе, егер екі бөлшек екеуде, онда біріншісінде, екіншісінде әуелі бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 5, 15, 16. 5-тен 16 болады. Бөлу, әзірге біз бөлуді орындап жатырған жоқпыз. Екінші бөлшекті жазып аламыз. 15, 30, 32. Енді бұл бөлшекті бөлшекке бөлуге келді, жай бөлшектерді. Демек, 5-тен 16-ның өзін жазып, екінші бөлшекті көбейтуге қоямыз да бөлудің орындарын ауыстырып кері бөлшек жазамыз. Әрі қарай қысқарту. 16 мен 32 қысқарады 16-ға, 32-ге 2-ден келеді. 5 пен 15 5-ке қысқарады. 5-ке 1-ден, 15-ке 3-тен. Не қалды бізде? 1 мен 2-ні көбейтеміз 2, 1 мен 3-ті көбейтеміз 3. 2-ден 3 күйінде де қалдыруға болады. Немесе бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырғымыз келсе, 3-ті 2-ге бөлеміз. 1,2-ден 1 деген аралас сан болып жазылады екен. Енді В тобынан шығарамыз. Қазір есепті бізде 616-шы есеп. 8-ден 3 көбейту 5-тен 4 бөлу 10-нан 9. Яғни 3 бөлшек берілген, араласқан көбейту де бар, ішінде бөлу де бар. Біз былай жасаймыз. Көбейту тұрған жерге тиіспейміз. 8-ден 3 көбейту 5-тен 4 жазып аламыз. Бөлу тұрған жерді көбейтумен ауыстырамыз. Көбейту 9-дан 10 деп кері бөлшек жазамыз. Ал енді қысқарту жүргіземіз. 9 бен 3-ті қысқартамыз. 3-ке 1, 9-ға 3-тен. 8 бен 4-ті қысқартамыз. 4-ке 1, 8-ге 2-ден. 10 мен 5-ті қысқартамыз. 5-ке 1, 10-нан 2. Тең. Мұна 2 мен 2-де қысқартып жіберуге болады 1-ден. Мен енді бір нәтиже жазып көрсетіп алайын. 1, 1, 2. Үшеуін көбейткенде 2 болады. Бөлімінде 2, 1, 3. Яғни 6 болып тұр. Бұл тағы қысқарады ғой. 1, 3. Демек 3-тен 1.
немесе мына жерде тұрған кезде де мына 2 мен мына 2-ні қысқартып жіберіп 3-тен 1 деп жазуымызға да болады. Келесі есеп 618-ші. Теңдеуді шешу 1 минус 10-нан 7. Х тең 2,4-тен 1 дейді. Ал бірінші жақшаның ішін орындап алайық, балдар. 1,10-нен 10-нан 7-ні алсақ неше қалады бізде? 10-нан 3 қалады. Оны білдіңдер ма? Бірді біз 10-нан 10 деп алайық. Азайтамыз. 10-нан 7, сонда қалады 10-нан 3 деген. Жақшаның ішінен 10-нан 3 қалып тұр. Сонда біздің есебіміз 10-нан 3 х тең 2,4-тен 1 деген түрінде келіп тұр. Бұдан х-ті табу үшін 2,4-тен 1-ді бөлеміз 10-нан 3-ге. Тең. Бірінші бөлшекті аралас сандыққа аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 4-тен 9 бөлу 10-нан 3. Тең 4-тен 9 көбейту болады бізде. 13 орындары ауысады. Қысқартамыз. 3-тен 4 пен 10 қысқарады 2-ге. 5-тен. Сонда бізде 15 бөлімінде 2. Немесе 7,2-ден 1 деген өлшек жауабы шықты. Келесі бізде с деңгейде мынандай бір есеп бар, балдар. 627-ші есеп. Бөлшектің үстінде бөлшектер бар. Бұда 8-ден 3 қосу 12-ден 1 қосу 6-дан 1 бөлімінде 12-ден 1 қосу 3-ден 1 және қосу 6-дан 5. Мінекей балдар, былай қарағанда бұл бөлшек бізге бір ұзақ қиын бөлшек сияқты болып көрініп тұр. Мынаға мұқият назар аударайық. Ең кіші ортақ еселігін тауып алайық. Осы алымында неше бөлшек бар? 3, бөлімінде де 3. 8, 12, 6. 12, 8, 6 және 3. Осы барлығы үшін, осы 4-еу үшін ең кіші ортақ еселік 24 болады бізге, оны өздерін табуды білесіңдер. Енді бұлай жастаймыз. Осы 24 болғаннан кейін 24-ті 8-ге бөлесіңдер, 3 шығады. 24-ті 12-ге бөлеміз, 2 шығады. 24-ті 6-ға бөлеміз, 4. 24-ті 12-ге бөлеміз, 2. 24-ті 3-ге бөлеміз, 8. 24-ті 6-ға бөлеміз, 4. Осылайша жас болғаннан кейін мына бөлшектің бөлімдерінің бәрі қазір түсіп қалады. Тек мынаны жазасыңдар. 3 пен 3-ті көбейтесіңдер, 9. 2 мен 1-ді көбейтесіңдер, 2. 4 пен 1-ді көбейтеміз, 4. Болды, алымда осы. Бөлімде 2 қосу 8 қосу 20 тең. Бөлшектің алымдағы сандарды қосайық. 9-ға 2 қоссақ 11, 4 қосамыз 15. Бөлімінде 10, 20, 30 болды. 30-дан 15 бізде қысқарады. 15-ке сонда 2-ден 1. Мінекей ұзақ осындай бөлшектің орнына тездетіп, осылай бөлшектің бөлімінен құтқарып шығаратын жолы бар осындай. Мінекей, құрметті оқушылар, бүгін біз жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу тақырыбын меңгердік. Міндетті түрде осы сабақты қарап, есептің шығару жолын жақсылап түсініңдер. Біздің арнамызға тіркеліп, келесі сабақты жіберіп алмай, үнемі қарап, өз пікірлеріңді қалдырып отырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.